Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлбаршын, бұл Дигис компаниясы. Бүгінгі видеороликта менің жанымда тұрған T75 жаңа панельге обзор түсіретін боламыз. Бұл панельде бізде Android операциялық жүйесінде жұмыс жасайды. Сонымен қатар бір ерекшелігі жасанды интеллект инструменттері қосылған. Ендеше осы панельдің комплектациясында не кіреді, соны айтып өтейік. Осындай қорапшада сіздерге қалай қолдану керектігі инструмент, документі жүреді, және де пульті қашықтан басқаруға, ішінде алайда батарейкалар жүрмейді. Сонымен қатар Touch USB кабельдері және қуат кабелі, сонымен қатар HDMI кабелі мен 2 силосы қатар жүреді. Комплектациясынан бөлек енді панельдің сыртқы бетінде, порттарында қандай порттары бар? Бізде алдыңғы бетінде Power кнопкасы бар, яғни панельді қосып және өшіруге арналған. Сонымен қатар оның жанында Type-C порты, яғни ноутбук секілді құралдарды бір ғана кабельмен жалғауға өте ыңғайлы. Одан кейін HDMI және Touch порттары, яғни HDMI және Touch порттары арқылы сіздер осы ноутбуктың бетіне, яғни сенсорына панель арқылы доступ ала аласыздар. Яғни панельді басқан кезде, панельдің бетін басқан кезде ноутбуктың бетінде өзгереді деген секілді. Одан кейін 2 USB порттар бар, яғни сіздерге клавиатура немесе мышканы қосуға осы алдыңғы жағындағы USB порттары қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар артқы портында 2 HDMI порттары және де 1 Touch out, және де 2 USB порттары, USB порттары орналасқан. Сонымен қатар енді панельдің сыртқы бетін айтып өттік, енді ішкі беті. Панельді қосқаннан кейін сіздерге міндетті түрде Wi-Fi желісіне қосылуға рекомендация жасаймын. Яғни, бірінші оны Wi-Fi-ға қосылу үшін телефонның үстіңгі бетін көтерген секілді, осылай үстіңгі пердесін түсіресіздер. Сол кезде сіздерде жылдам қолға жетімді осындай инструменттер бөлігі ашылады. Ол жерде бірінші интернет дегенді басып, стиралканы басу арқылы осы жерден қандай интернеттер сіздерге қол жетімді, соның біреуін таңдап, өздеріңіз білетін құпия сөзін соны кіру арқылы қосылып аласыздар. Өйткені панель Wi-Fi желісі арқылы біраз мүмкіндіктері жақсы